Сәлем достар, сіздермен бірге мақсат, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі тақырып ата-әжелерге арналған ипотека. Яғни жас шамасынан шектеу жоқ. Ең бастысы пенсионер болса болғаны. Жасы 80-де ме, жасы 100-де ме маңызды емес. Достар, үлкен өтініш, мақсатпен YouTube каналына тіркеліп қойсаңыздар, бұл каналда 200-ден аса баспана мәселесіне байланысты бейне сабақтар бар. Бүгінгі тақырып ата-әжелерге арналған ипотека. Ата-әжелерге қандай ипотека рәсімдеуге болады? Максималды сома 18 миллион теңгеге дейін 5%бен, достар, көрдіңіздер ме? 5% қандай керемет, 10% бастапқы жарнамен. Яғни былай келсекші 10%бен 20%-ның аралығында. Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларында 18 миллионға дейін, Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Шымкент, Түркістан, Қарағанды қалаларында 15 миллионға дейін, басқа аудандарда, басқа қалаларда 12 миллион теңгеге дейін. Достар, бұл қандай бағдарлама деп айтып отырсаңыздар, бұл Нұрлы жер шаңырақ бағдарламасы. Енді сіздерде қазір бір сұрақ туындап қалуы мүмкін. Нұрлы жер шаңырақ бағдарламасын ата-әжелерге жас шамасына қарамай рәсімдеуге бола ма, не пенсионер по возрасту? Иә, достар, болады. Нұрлы жер шаңырақ бағдарламасына қатысу үшін не маңызды? Жыл кезегіне де қарайды, вознаграждениеға да қарайды. Оны өздеріңіз білесіздер. Мақсатпен Instagram парақшасында мен тікелей эфир өткізген кезде бұл жөнде өте көп айтып өтетін боламын, айтып өтудемін. Енді қараңыздар, достар, жалпы ата-әжелер қандай бағдарлама аясында ипотека рәсімдейтінін мен сіздерге айттым. Енді заңды талабы, заңды бағыты, тұрғын үй қатынастары туралы заңға сәйкес Қазақстан Республикасында тұрғын үй кезегіне тұра алатын 12 категория бар. Енді тұрғын үй кезегіне тұру үшін тұрғын үй қатынасы туралы заңына сәйкес тұрғын үй кезегіне тұруға өтінім берген жанның атында 5 жыл үй болмау керек. Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында 3 жылдық міндетті түрде тіркеу прописка қажет. Басқа қалаларда прописка, райондарда прописка қажет емес. Енді сіз бана не деп айттық? Ата-әжелерге арналған ипотека дедік. Ата-әжелер пенсияға шыққаннан кейін, жас шамасымен пенсияға шыққаннан кейін, пенсионеры по возрасту атты категория бойынша тұрғын үй кезегіне тұрса болады. Мына жерде жас қойдым, жасқа шектеу жоқ. Ең бастысы жас шамасымен пенсияға шықса болғаны. Яғни жасы 70-де ме, 80-де ме, 90-да ма, 100-де ме пенсияда отырған жан ба, соңғы 5 жыл атында үйі жоқ, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында 3 жылдық тіркеу бар, басқа қалалар болса тіркеудің қажеттілігі жоқ, пенсионер кісі ма, ең басты атында үй болмау ма, бітті. Тұрғын үй кезегіне тұра берсе болады. Енді қараңыздар, пенсионерлардың өздері екіге бөлінеді. Екіге бөлінеді. Біріншісі жұмыс жасайтын пенсионерлар, екіншісі жұмыс жасамайтын пенсионерлар. Достар, пенсионер бола тұра жұмыс жасайтын жандар бар, бірақ енді ол кісілерге пенсионка жүргізбейді да, заңға сәйкес. Егер де сіздің атаңыз немесе әжеңіз жұмыс жасайтын болса, онда өзі банкқа келген кезде ол кісіге банк тарабы отбасы банк айтады. Сіз өзіңізбен бірге екі кез келген созаемщик, яғни гарант деп атамыз ғой, соны алып келуіңізге болады дейді. Қосымша өзінің жұмыс жасап отқан жерінен справка о зарплате, выписка с харчета міндетті түрде алады. Яғни көрсету үшін жұмыс жасап отқан доход ретінде. Ал егер де жұмыс жасамайтын пенсионер болса, онда міндетті түрде екі созаемщик тартуы тиіс бағана біріншідегідей. Сол екі созаемщиктің біреуі өзінің туған баласы немесе қызы болуы тиіс. Кейбір жағдайларда бұл заявка ручной рассмотрение кетеді отбасы банкта. Кейбір жағдайларда бағана қарастырып отырған риск менеджер деп атамыз, ол кісі айтуы мүмкін. Бір туған баласы емес, екі туған баласы болсын деп. Осы сәтте ескере кетіңіздер. Енді қосымша бір лайфхак бар. Егер туған балалармен қосқан кезде табыс бағана айтып отырмыз ғой, 3-7 күнкөріс деңгейінен асып кетпеуі тиіс. Егер күнкөріс деңгейінен асып кетіп отырса, дәл бұл жерде пенсионерге байланысты бір керемет лайфхакты қолдансаңыздар болады. Оны мен өзім жеке кеңес беру барысында айтып өтетін боламын. Енді несі керемет жалпы бұл Нұрлы жер шаңырақ бағдарламасын, бір кереметтілік қараңыздар, бір бөлмелі пәтер, мысалы Нұр-Сұлтан қаласымен мен қазір айтамда, 220 мың теңгеден шаршы метрі, 40 шаршы метрлік пәтер болатын болса, бағасы 8 миллион 800-ақ, чистовой, таза үй. 8 миллион 800, 40 шаршы метрлік пәтер табасыздар ма Нұр-Сұлтан қаласынан? Таппайсыздар. Төлемі 14 жылға, мен всегда айтам 14 жылға рәсімдендір деп, 65 мың теңге. Достар, 10% бастапқы жарна. 5%бен 8 миллион 800-ге 65 мың теңге. Мынаны ескере кетіңіздер, кейбір жандарда бағана бастапқы жарна
10%-дан көп болып қалуы мүмкін. Сондықтан мына расчеттар шамалы басқаша болуы мүмкін сіздің жағдайда. Жарайды ма? Енді 2 бөлмеліге шаршы метр 220-дан 60 шаршы метр деп есептейтін болсақ, 13 миллион 200. 60 шаршы метрлік 2 бөлмелі үйдің бағасы 13 миллион 200 ақ теңге. Төлем 14 жылға 110 мың теңгеден. Керемет па достар? Чистовой ремонтпен, линолеум, қабырғалардың бәрі тап-таза, аппақ. 3 бөлмелі пәтер. Бағана электр қуат көздерінің бәрі жүргізілген. 3 бөлмелі 220 мыңнан 80 шаршы метр 17 миллион 600 болады. Төлем 14 жылға 140 мың теңге. Керемет па? Көптеген жандар бұны білмейді. Осы бейнероликті көре салып сіздер бұны дұрыс бағыт ретінде қолданасыздар деген ойдамын. Достар, шынында да айтып отқан кезде мен жалпы сіздерге бір керемет идея айтып отырмын ғой. Ата-әжелеріңіз бар болса, соңғы 5 жыл атында енді бәрінде үйі болсын, әрине, бәрінің атында үйі болсын, шын ниетпен да. Мысалға деймін да, атында 5 жыл үйі болмаса, бағанағы мен айтып өткен Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында шылдық тіркеуі бар болса, басқа қалаларда тек қана 5 жыл атында үйі болмаса, онда барыңыздар да ерінбей. Қазір енді кезекте деген сайт арқылы өтінім жібере саласыздар, кезекте.kz. Сол сайт арқылы апа, әжені, атаны тұрғын үй кезегіне тұрғызып қойыңыздар. Тұрғын үй кезегіне тұрды деген күннен бастап Нұрлы жер шаңырақ бағытында болатын конкурстарға қатысыңыздар. Мен бағана мақсатпен Инстаграмда әрқашанда айтып отырмын, жыл кезегіне қарайды, вознаграждение қарайды. Кейбір жандар бар, маған өте көп адамдар, ондай адамдар келеді бағана. Ата немесе әже кезекте тұр, пенсионер по возрасту, бірақ олар ойлайды да, мемлекет бізге қазір үй береді, соны күтіп жүреміз деп. Достар, әрине, мемлекет тарапынан сіздерге баспана берілуі мүмкін аренда жүйелер ретінде. Бірақ оны күтпей 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл, 8 жыл, 10 жыл, мысалы кезекте тұрған пенсионерлар бар, по возрасту. Сондай мүмкіндік болып отырса, достар, осы бағдарлама қатыссаңыздаршы. Мысалға деге, Алматы қаласы, Нұр-Сұлтан қаласы 18 миллион, келесі қалаларда 15 миллион, Түркістан, Қарағанды, Атырау, Ақтөбе, Ақтау, Шымкент қалаларында. Дәл осындай арзан пайызбен, аз бастапқы жарнамен неге дерек сіздерге? 12 категория кіреді дедім. Мінекей пенсионер по возрастудың өзі 2-ге бөлінеді дедім. Жұмыс жасайтын болса, кез келген 2 сөземшікті ала берсе болады, справка ЗП, выписка с карчета міндетті түрде жұмыс жасап отқан жерден алады. Бағанағы 2 адам табысын көрсетіп, өтінім жібере береді. Ручной рассмотрение кетеді, автомат шешім қабылданмайды. Яғни 2 күн қарастыру болады. Одан жұмыс жасамайтын болса, бағана жұмыс жасайтын жөнінде айтым. Жұмыс жасамайтын болса, онда 2 сөземшік тарту керек. Біреуі міндетті түрде өзінің туған баласы болу қажет. Кейбір кезде банк тарап екеуі де өзінің туған баласы болу қажет деген шарт талап қою мүмкін. 1 бөлме, 2 бөлме, 3 бөлмені сіздерге расчеттарын көрсеттім. Сондықтан қымбатты мен бейнеролигімді көріп отырған жандар, осы бейнероликті дұрыс пайдаланып, өздеріңізге баспана иемденіңіздер. Үлкен өтініш мақсатпен YouTube каналына тіркеліп қойсаңыздар, бұл каналда 200-ден аса баспана мәселесіне байланысты керемет бейне сабақтар бар. Әр қазақстандық баспаналы болсын, мақсатпен мақсатқа.